Қайырлы күн достар. Бүгін осындай керемет болып шығатын бір жасағаннан пайда болатын құймақтарды әзірлейміз. Біздің құймақтар өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Мен құймақтарға қантты аз қостым. Сіздер қантты өздеріңіздің қалауларыңызша көбірек қылып қоссаңыздар болады. Бос ыдысымызға 3 жұмыртқамызды, қантымызды, тұзымызды, сұйық майымызды қосып, жақсылап тұрып миксерлейміз 1-2 минут шамасында. Бізде осындай ақ көпіршік пайда болуы тиіс. Одан кейін сүтімізді қосамыз, оның температурасы маңызды емес. Оны да жақсылап тұрып миксерлейміз. Миксерлеп болған соң, ұнымызды електен өткізіп қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Миксерлеп болдық. Сіздерде осындай консистенцияда құймақтар пайда болуы қажет. Менен сіздерге кішкентай лайфхак. Тапаны осындай картоптың көмегімен майлап отырсаңыздар, біршама жұмыстарыңыз жеңілдейді деген ойдамын. Тапамызды қыздырып майлап аламыз. Одан кейін құймағымызды қосып, тапамызды осылай жайып шығамыз. Көпіршіктене бастаған кезде екінші жағына аударып отырамыз. Тағы да солай жалғастыра береміз. Егер де сіздерде антипригарный тапа болатын болса, 1 рет майласаңыздар жеткілікті, одан кейін май жақпай қойсаңыздар болады. Бірінші жағынан гөрі екінші жағы тез піседі. Мінекей бізде осындай жұмсақ жұқа болып шықты. Өте нәзік болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар. Көпіршіктене бастады, уже сарғайғанын білеміз. Одан кейін мен пышақтың көмегімен оны аударып отырдым. Осымен біздің құймақтарымыз дайын болды. Оны осылай әдемілеп бүктеп қойсаңыздар да болады, дөңгелектеп берсеңіздер болады. Әркімнің өзінің фантазиясына байланысты. Бірақ міндетті түрде оны тәтті тосаппен бірге беріңіздер. Немесе қоюлатылған сүтпен, яғни сгущенка дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте ерекше болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.